Қазіргі таңда экологиялық мәселелер көпті алаңдатуда. Қоршаған ортаны сақтау, қоршаған ортаны құрметтеу бұл әр адамның міндеті. Менің осы бағытта экоблогерлікті бастадым. Менің мақсатым оқушыларға қоршаған ортаны құрметтеуге, қоршаған ортаны үнемдеуге және қоршаған ортаны сақтау. Сәлем достар, таза су денсаулықтың кепілі. Білесіздер ме, адамның 60-70% судан тұрады. Сондықтан ластанған және лас сулар бұл жұқпалы аурулардың таралуына себеп болады. Сәлем Шалапай, мен мектебіміздің экология ретінде су мәселесін зерттеп жүрмін. Осы бағытта сіздер мектепте қандай іс-шаралар өтіп жатыр? Қазіргі таңда тәрбие жөнінде таза судың адам ағзасына қандай пайдасы бар туралы сынып меңгерушілері, жаңа сыныптың мұғалімдері әртүрлі қайырымдылық іс-шаралар өткізуде. Сұхбатыңызға көп рахмет, сау болыңыз. Сәлем достар, бүгін біз ауылымыздағы судың сапасын химиялық түрде анықтау үшін біздің мектебіміздегі химия пән мұғалімі Әйгерім Орынғалиевамен сұхбат жүргіземіз. Ал ендеше кеттік. Әйгерім апай, біз ауылда тұтынып жүрген судың сапасына сіз химиялық зерттеу жүргізіп бере аласыз ба? Саламатсың ба, жақсы, иә. Қосын oldu. Ондай сутектік көрсеткіш 18-де 94 көрсеткіш көрсетіп тұр. Негізінен жалпы судың сутектік көрсеткіші 6-да 5 және 8-де 5 аралығында болу керек. Біздің ауылымыздағы жаңағы крандағы судың ащылығын және таза еместігін осы арқылы анықтауға болады. Әйгерім апай, сұхбатыңызға көп рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Сәлем достар, судың адам ағзасы үшін пайдасы қандай? Осы сұрақтың жауабын білу үшін мектебіміздің биология пәнінің мұғалімі Гүлзат Салыққызымен жолығайық. Кеттік. Саламатсыз, Гүлзат Салыққызы. Менің сізге қояр сұрағым бар. Жалпы судың адам ағзасы үшін қандай пайдасы бар? Саламатсың ба? Су жалпы біздің ағзамызға ең маңызды процестерді басқарады. Бізде ас қорыту процесін реттейді. Ағзадан зиянды заттар, токсиндерді шығарады. Біздің терімізге сұлулық, тазалық береді су. Сонымен қатар басқа да көптеген процестерді су басқарады. Сондықтан үнемі суды пайдалануымыз керек. Әсіресе тамақ ішердің алдында 1 стакан жылы су ішу өте біздің ағзамызға пайдалы. Жалпы су біздің ағзамызға маңызды рөл атқарады. Сұхбатыңызға рахмет, сау болыңыз. Ендеше Макаров ауылы тұтынып отырған судың деңгейі қаншалықты таза? Осы сұрақтың жауабын білу үшін біз Макаров ауылының әкімі Еркін Рустамұлымен жолығайық. Ендеше кеттік. Саламатсыз ба, Еркін Рустамұлы, мен мектебіміздің экоблогері Аянат. Сізге қояр сұрағым бар. Жалпы Макаров ауылының тұрғындары ішіп отқан ауыз суларының деңгейі қаншалықты таза? Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Қазіргі таңда Макаров ауылдық округінің тұтынып отқан ауыз суы қанағаттанарлық деңгейде. Заңға сәйкес стандарттар бойынша уақытымен хлорланып тұрады. Биылғы жылы бүкіл ауыл бойынша осы ауыз су құбырын қайтадан жөндеу жоспарымызда, және қосымша енді фильтрлар қойып, тағы да ауыз суымызды ары қарай тазартамыз деп ойлаймын. Қазіргі таңда қанағаттанарлық жағдайда. Сұхбатыңызға көп рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, бүгін біз таза судың адам өміріне туралы әңгімелестік. Сондықтан әр тамшы суды қадірлейік, бағалайық, су көздерін ластамайық, оларды қорғайық. Таза су біздің денсаулығымыз бен жақын келешегіміздің кепілі. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.